Естеріңізде болса, өткен бағдарламалардың бірінде Қазақстан сахнасында өз орнын ойып алған әншілердің бірі адамның дуэт құрып жатқандығын айтқан едік. Өнер иесі Максим есімді саксофоншымен бірігіп жұмыс жасамақ болған. Бүгінде екеуі келісіп, Адам X деп аталатын шығармашылық халықаралық жобаны қолға алды. Мен енді саксофоншымен бірігіп жұмыс жасаймын. Оның есімі Максим Варшавский. Германиялық жігіт бүгінде A-студия тобының ресми саксофоншысы болып есептеледі. Енді менімен жұмыс істейді. Ал атымыз Адам X деп аталады. 18 мамыр біз үшін ерекше күн, өйткені бұл күні талай жанның жүрегінде ерекше орын алған өнер иесі Батырхан Шөкенов 56 жасқа толар еді. Осыған орай Адам жаным атты ән дайындаған. Оны әнші Максиммен бірге Ресейдің студиясында жаздырды. Бұл ән ерекше, орыс тілінде де қайырмасында жаным сөз айтылады. Біз өзгертпейміз деп шештік. Осы сөзді осылай қалдырғымыз келді. Адамдар керек болса өздері үшін аударып алады. Қос өнер иесі бұл композицияға бірігіп бейнебаянда түсірді. Оның түсірілімі Шөкеновтың Butterfly студиясында өтті. Біз бейнебаянды Мәскеудегі Батырхан Шөкеновтың студиясында түсірдік. Талай жылы сахнаға жалғыз шығып үйреніп қалған адам үшін басқа біреумен бірігіп өнер көрсету оңай емес. Бірақ әнші Максимнің талантын ерекше құрметтейді. Сондықтан оған үлкен сенім артып, продюсерліктің тізгінін бергеніне еш өкінбейді. Макс өте талантты саксофоншы, ол мықтылардың қатарында, сондықтан да оның тәжірибесіне сенем. Біздің әнді продюсерлік етуді оған қуана тапсырдым. Енді түрлі әндер күтіңіздер, олардың жанры да түрлі болады. Поп стильден басталып, джазбен аяқталады. Бүгінде қос дуэттің алға қойған мақсаты көп. Олар бірнеше тректер жазып, Ресейдің әртістерімен үлкен жоба дайындауда. Негізі көп нәрсе жасап жатырмыз, көптеген әндерді дайындап қойдық. Оның бірін ресейлік рэпермен жаздық. Әзірше оның кім екенін айтпай-ақ қояйын. Уақыты келгенде өзім сіздерге келіп айтып берем. Олай болса, Адам мен ресейлік рэпердің жұмысын күтіңіздер. Оның кім екенін жақын арада біліп қалармыз. Әзірше YouTube-тегі Gaku TV каналына кіріп, жаным әніне түсірілген бейнебаянды тамашалаңыздар. Сондай-ақ пікірлеріңізді де қалдыруды ұмытпаңыздар.